Алтын Емел мемлекеттік табиғи ұлттық паркінде жабайы аң құс көбейіп келеді. Әсіресе қызыл кітапқа енген құлан, қара құйрықтардың саны жыл сайын кемінде 10% артқан. Бұл орман қорықшыларының ерен еңбегінің жемісі дейді мамандар. Парк қызметкерлері мен орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясының 2025 жылғы санағына біздің де әріптестеріміз қатысып қайтты. Таңда атырып, санаққа 70-ге тарта адам жолға шықты. Мамандар басшылық тарапынан берілген пәрменді алып, топ-топқа бөлініп іске кірісті. Түс тағысын санауға орманшы қорықшылармен бірге ғалымдардың да қатысуы маңызды. Ал санақ жүргізудің өзіндік тәсілі болады. Өзімізде бұрыннан келе жатқан тәсіліміз бар. Паркіміздің батыс шекарасына жақын 5 шатырсақ қорғандар бар. Сол жерден бастап шығысымызға қарай, Баши ауылына қарай тау, біздің солтүстігімізде тау бөліп жатса, оңтүстігімізде Іле өзені, Қапшағай су қоймасы бөліп жатыр ба. Сол екі ортада қатар-қатар машина қоямыздан ара қашықтығы шамамен 2 шақырым болады. Таудың етегінде келе жатқан машина оң және сол жағын санасақ, қалған машиналар өзінің оң жақтарын санап отырады. Артқа қарай өткен құлан қарай санап отыратын болады. Парк аумағында жабайы аңның саны жылдан жылға кемінде 10%-ға артып келеді дейді мамандар. Популяцияның көбеюі бірінші кезекте мұндағы қызметкерлердің еңбегінің нәтижесі. Ерекше қорғалатын аймақта аң аулауға мүлдем тыйым салынған. Аумақтағы жануарларды 80 қорықшы күзетеді. Қазір уақытта біз енді құландың басы көбейіп кетті. Өздеріңіз санап көрсеңіз 82 жылы құландарды алып келген, мұнда 38 бас, сол 38 басы қазір 3400 бас өсті. И то қазір осы жерде жүргендері бар. Оның сыртында біз Іле балқашқа бірінші жылы 60 бас бердік, былтыр 34 бас бердік. Сонымен 90 бас Іле балқаш кетті. Соның сыртында Созаққа 30 бас жібердік. И 30 басты неге жібердік Қостанайға. Санаққа зоология институтының мамандары мен республикалық охотзоопром қызметкерлері де қатысты. Сондай-ақ әділ санақ жүргізілуіне күмән болмас үшін жергілікті тұрғындар мен маслихат депутаттарын да қатыстырды. Өте жақсы, аң қорғалып, көзіміз көріп, қуанып жатырмыз. Онысына біз ауыл тұрғындары ретінде біз бірінші рет қатысып отырмыз. Ауыл тұрғындары мен осы ұлттық қорықтың ортасында үлкен тығыз байланыста халқымен барымыз жан-жақты жүріп, аңды қорғап, болашақ ұрпаққа қалдыруға бәріміз атсалысып жатырмыз. Енді бұл қорық енді бізге пайдасы болмаса ешқандай зияны жоқ, ешқандай бізге кедергі жоқ. Осылай аңымыз өсіп жатса, біз қуаныштымыз. Ана Матай тауының етегінде үйір-үйірмен жүрген қара құйрықты көріп тұрмыз. Таң сағат 5-тен бері қорықшылармен бірге біздің түсірілім тобы да қатысып жатыр. Түс ауғанша біраз аумақта аралап болдық. Құлан, қара құйрық, тіпті жыртқыш аңы, қасқырды да кезіктірдік. Дегенмен жабайы жануар өте сақ болады. Маңайына жолатпайды. Тек алыстан ғана дүрбімен бақылауға мүмкіндік бар. Тіпті біздің бейнекамераның да көзі жетпейді. Ал ұлттық парк қызметкерлері бұл жұмысқа әбден үйренген, санақты дүрбімен және дронның көмегімен жүргізіп жатыр. Жалпы Алтын Емелдің ауа райы өте құбылмалы екен. Бір бөлігінде бет қаратпайтын жел болса, енді бір бөлігі тым-тырыс. Санақ 2 күнге созылды. Қара құйрық саны 5452-ге жеткен. Құланның басы 3,5-нан асқан. Арқар саны 186-ға жетіпті. Нұржан Қасаболатов, Ерлан Азанбай, Жетісу арнасы.